Саламатсыздар ма? Көп болды көріспегелі. Видео ұзақ болды шығармадым. Енді өзімді түзетуге тырысамын. Мені құттықтауларыңызға болады. Менде енді микрофон бар. Микрофонмен менің даусым анығырақ болады. Тағы бір жаңалық. Менде жаңа парақша. Бұрында Инстаграмда доктор Карашашы болатын. Енді дәрігер.карашашы. Өйткені мен блокқа түстім. Сондықтан жаңа парақша аштым. Сол жерде де көп мәлімет ала аласыздар. Енді менің бүгінгі тақырыбыма келейік. Бүгін ауыздан шығатын жағымсыз иіс. Оны медицинада халитоз деп атайды. Халитоз деген термин көп кездеседі бүгін шағын лекцияда, сондықтан естеріңізге сақтап қойыңыздар. Енді халитоздың түрлері қандай түрлер болады? Физиологиялық және патологиялық. Физиологиялық жағымсыз иіс, халитоз ол көбінесе таңертең тұрғаннан кейін пайда болады. Және де мысалы таңертең тұрғаннан кейін иіс, жағымсыз иіс болады. Көбілеріңізде ол көбінесе уақытша болады. Мысалы тамақ ішкеннен кейін немесе тіс жуғаннан кейін ол иіс мүлдем жоғалады. Ал физиологиялық патологиялық халитозға мысалы ауыз қуысындағы неше түрлі ақаулардан, немесе мұрын ауруларының, немесе гастроэнтерология аурулардан кейін пайда болатын тұрақты жағымсыз иіс. Енді себептеріне тоқтала кетейік. Қараңыздар, бірінші біз физиологиялық халитоздың себептерін айта кетейік. Ол өте қысқаша. Мысалы тамақ, сарымсақ, пияз, чеснок жегеннен кейін жағымсыз иіс болады. Ол бірінші себеп. Екінші себеп ол дұрыс емес гигиена, яғни ауыз қуысыңыздағы гигиенаны дұрыс істемесеңіздер, 2 рет тісіңізді жумасаңыздар, сізде ол болады. Және де патологиялық халитоздың себептерін келетін болсақ, 80-90% себебі внимание, назар аударыңыздар, 89% себебі ол ауыз қуысындағы аурулар. Сондықтан мен бүкіл менің пациенттерімді бірінші стоматологқа жіберемін, сосын лор дәрігеріне жіберемін, сосын ғана маған келіңіздер деп айтамын. Өйткені 80-90% себеп ол стоматологиялық аурулар. Мысалы, бірінші ол қандай? Периодонтиттер, гингивиттер, ауыз қуысының гигиенасын дұрыстамау, протез кию, протездің гигиенасын дұрыстамау, одан кейін тілдің бүтіндігі бұзылған жағдайда, зақымдалған шел, мысалы трещина болған кезде бактериялар, тамақпен түскен бактериялар сол жерде жиналып қалып, яғни жағымсыз иіс алып келуі мүмкін. Одан кейін тағы мәселе ол құрғақ болуы, ауыз қуысындағы құрғақ болуы, сілекей бездерінің жаңағы функциясының азаюы, немесе белгілі бір дәрілерден кейін, мысалы диуретиктер, антигистаминді препараттар, олар сөлдің бөліну азайтады, сонда құрғақтық пайда болады. Ал ол неге бізге жағымсыз иіс алып келеді? Өйткені біздің сілекейімізде бактерияларды өлтіретін зат бар, химиялық зат бар. Ол химиялық зат егер аз бөлінсе, яғни жаңағы бактериялардың өсуіне күшті әсер етеді. Тағы бір жағдай шегрен ауру деп аталады. Шегрен ауруы ол көбінесе енді стоматологиялық емес, бірақ терапиялық ауру деп айтылу. Терапевттердің пациенттері шегрен синдромында ол сухость, яғни құрғақтық, бүкіл жерде көздің құрғауы, аузының құрғауы, тағы тер, мысалы, кәдімде адамдар терлейді ғой, ол адамдарда терлеу деген болмайды, өйткені олар барлық секрециялардың азаюы, тіпті ішкі органдардағы секрециялардың бөлінуі азаяды, тұз қышқылының азаюы, ұйқы безіндегі сөлдердің бөлінуі азаяды бәрі. Бұл өте енді күрделі және ауыр ауру болып табылады, синдром болып табылады. Синдром бар, ауру бар. Тағы бір айта кететін жағдай, ол ауыз қуысында мысалы
абсцесстер, адонтогенді абсцесстердің болуы, ол да жағымсыз иіске алып келеді. Екінші категорияда бізде тұрған ол лор дәрігерінің аурулары. Мысалы, созылмалы немесе жедел риносинуситтер жағымсыз иіске алып келеді. Екінші ол кішкентай балаларда көбінесе жаңағы бөтен заттардың жаңағы мұрын қуысында тұрып қалуы, ол да жағымсыз иіске алып келуі мүмкін. Және үшінші ол назальды каплялар бар ғой, тамшылардың қолданғаннан кейін пайда болатын жағымсыз иіс. Ол неге байланысты? Опять-таки же, көбінесе отекті жаңағы басатын секреция мұрынна маңқабан еткенде көбінесе қолданады, ұзақ уақыт аллергия кезінде. Сол кезде ол секрецияны азайтады, местный слизистый. Сол кезде ол да бактериялардың көптеп шоғырлануына, көбеюіне әсер етеді. Енді тағы бір жағдай, егер стоматологиялық ауруларды емдеді, немесе аурулар жоқ делік. Лор дәрігерге барды, ешқандай патология тапқан жоқсыздар. Енді не істейсіздер? Енді гастроэнтерологқа келуге болады. Гастроэнтеролог қандай аурулар? Бірінші ол гастроэзофагеалды рефлюксті ауру. Егер жаңағы өңеш пен асқазанның арасындағы клапан деп айтады, негізі сфинктер бұлшық жиырылып босап тұрады. Сол егер дұрыс істемесе, сол ауру болуы мүмкін. Және де соның бір симптом ретінде жағымсыз иіс болуы мүмкін. Екінші ол дивертикулдер, яғни өңеш дивертикул дегеніміз, ол мына картинкада көріп тұрғандай выпячивание пайда болады. Сол выпячиваниеда өңештің жаңағы бойында мусор тамақтар қалдықтары жиналып, ол жерде жаңағы іріңдеу процесс пайда болады. Содан жаман иіс болады. Тағы бір ауру, ол хеликобактер пилоримен зақымдалған гастрит, ассоциирленген гастрит. Егер хеликобактер пилори болатын болса, ол да барлығында емес, бірақ кейбір адамдарда жағымсыз иістің себебі болуы мүмкін. Енді біз қандай рекомендация бере аламыз, сіздерге? Бірінші ол, мысалы, ең бірінші ол гигиена, ауыз қуысының гигиенасы. Оған не кіреді? Оған тісті жуу, ауызды жаңағы немен, жай сумен шаю, немесе кәдімгідей бізде нелер бар емес па, ауыз қуысына арналған жидкостьтер, сұйықтықтар. Сондайды пайдалануға болады. Әр тамақтан кейін ауызды шаю керек міндетті түрде. Және де ең басты нәрсе ол тіс жуғанда таңертең жуасыз. Ең маңыздысы ол кешкі уақытта ұйықтар алдында ауызды жуу. Неге? Өйткені негізі физиология бойынша адам ұйықтаған кезде барлық процесстер баяулайды. Оны сіздер енді білетін шығарсыздар, барлық процесстер баяулайды, барлық жұмыстар баяулай бастайды. Сол кезде де мысалы сөлдің бөлінуі де азаяды, сөлдің бөлінуі төмендейді. Ал сөл бөлінбесе, бізде жаңағы ішіндегі құрамдағы бактерицидтік, яғни бактерияға қарсы өлтіретін химиялық затта ол да азая түседі. Ал егер сіз күні бойы неше түрлі тамақ жедіңіз, кешке түнде мысалы ұмытып кеттіңіз ұйықтар алдында тіс жууды, сонда не болады? Енді өзіңіз көріңіз, эксперимент жасап көріңіз. Ол екінші жағдай. Үшінші жағдай ол үшінші рекомендация, яғни олар көмектеспесе, бірінші стоматологқа бару, одан кейін лор дәрігеріне бару, сосын гастроэнтерологқа бару. Гастроэнтерологта көп сізге сразу ФГДС диагностикасын назначить етеді. Сондықтан гастроэнтеролог осы этаптардан кейін гастроэнтерологтың алдында бірінші ФГДС өтіп, сосын келсеңіздер болады. Бірақ хеликобактер пилориді анықтағанда дұрыс анықтау жолдарын білу керексіздер.
барлық анықтау жолдары бірдей емес. Хеликобактер туралы менде негізі YouTube каналымда не бар, видео бар. Оны мен енді білмеймін, плейлисттің үстіне көрем, қосып, егер қолымнан келсе көресіздер, егер келмесе енді өздеріңіз іздейсіздер. Мен YouTube'да тамечокпын, сондықтан көп нәрсе білмейді екенмін. Тағы не айтайын? Болды. Келесі теманы өздеріңіз айтыңыздар. Менде Құдай қаласа өте қызық программалар өте көп болады. Менің қасымда болыңыздар, маған подписка, лайк басыңыздар міндетті түрде. Бұл менің еңбегім. Сондықтан мен еңбегіме поддержка жасап жіберіңіздер. Сау болыңыздар.